Ақ жол партиясының депутаттық сауалы премьер-министр Смайыловқа. Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан азаматтарының Fly Арыстан әуе тасымалдаушысының рейстерді жиі тоқтатуы, кешігуі, ауыстыруы және авиакомпанияның баға саясатына байланысты болып отыр. Өздеріңіз білетіндей, 2019 жылы алғашқы отандық лаукастер Fly Арыстан компаниясы құрылғанда Мәжіліске индустрия және инфрақұрылым министрлігі мен Азаматтық авиация комитетінің басшылары келіп, компанияның мақсаты аумақтық қалаларды авиакемесімен қамту, қымбат рейстерге бәсекелестік жасау және билеттерді 10 мың теңгеден аспайтын қолжетімді бағада сататын туралы уәдесін берген болатын. Ал шындығында бәсекелестік болмады. Керісінше билет бағалары Air Астана және басқаларынан арзан емес болып шықты. Бұл жолаушылар тарапынан көптеген наразылық тудырды. Тіпті бұл екі компанияның бухгалтериясы да бөлек емес. Қос компания бір иесіне қызмет етіп жүр. Бұл монополия. Әрине, бір иесіне қарайтын екі компания бір-біріне ешқалай бәсекелестік ете алмайды. Қазақстанның кейбір бағыттарында Fly Арыстан билеттерінің көрсетілген құны, мысалға Астана, Ақтөбе, Алматы, Атырау сияқты бағыттарда шамамен 37 мың теңгеден 97 мың теңгеге дейін жетеді. Fly Арыстан лаукастері билеттерінің бағасы Air Астана, Скат, Қазақ Air сияқты лаукастер болып саналмайтын басқа авиакомпаниялардағы бағалармен бірдей болып тұр. Мұндай бағалармен билет құнына 10 килограммға дейінгі қол жүгі, 23 килограммға дейінгі багаж, су, сондай-ақ отыратын орынды тегін таңдау құқығы кіретін өзге авиакомпаниялардың борттарымен де ұшуға әбден болады. Мысалы салыстыра келсек, Түркияның лаукастерлік ұшақтарының бағасы Turkish Airlines авиакомпаниясының бағасынан бірнеше есе арзан. Бірақ бұл арзандық көрсетілген қызметтен еш сезілмейді. Өйткені түріктің арзан компаниялары көбінесе қымбат тасымалдаушыларға қарағанда жоғарғы қызмет көрсету деңгейіне ие. Сондықтан олар ішкі әуе тасымал нарығын белсенді түрде жаулап алуда. Бұл бюджеттік авиакомпаниялар жолаушыларды бортта тамақтандырмайды. Бірақ олар үнемі борттық бардан сусындар мен тағамдар ұсынады. Оған қоса, барлық арзан авиакомпаниялар сияқты, олар белгілі бір бағыттар бойынша жеңілдіктер мен акцияларды үнемі өткізеді. Көптеген тәжірибелі саяхатшылар мұны белсенді пайдаланады. Fly Арыстан лаукастерлік авиакомпаниясының Астанадан Алматыға 1,5 сағаттық рейсі Еуропадағы, ақш-тағы немесе Қытайдағы ұқсас бағытқа қарағанда 2 есе қымбатқа түседі. Ал бізде арзан билет сатып алу үшін жолаушылар әуе компаниясының кассасына 2-3 апта бұрын хабарласуы керек. Бірақ күтпеген жағдайлар туындаған кезде денсаулық, отбасылық себептер бойынша іс-сапарлар және тағы басқа еліміздің азаматтары арзан әуе билеттерінің жоғары құнына тап болады. Бұл Қазақстан Республикасының азаматтарының және басқалардың арзан билеттерді пайдалануына кедергі жасайды және туризмнің дамуына үлкен әсер етеді. Ал шетелдерді мысалы келтіретін болсақ, Италиядағы ішкі рейстер бағасын сатып алу күніне билеттің бар немесе жоғына қарамастан белгіленген бағамен алуға болады. Fly Арыстан әуе компаниясының баға белгілеуі тұтынушылардың мүддесіне емес, максималды пайда табу үшін жұмыс істейтін екен. Осыған байланысты Ақ жол партиясы Fly Арыстан компаниясының әуе билеттерінің бағасын түсіруін, азаматтарымыздың табысына сай қолжетімді болуын, Fly Арыстан компаниясының Air Астана компаниясынан нағыз бәсекелестік болу үшін бөлек шығарып, болашақта жекешелендіруін талап етеді. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары.